сәлеметсіздер ме? Бүгін мен былайша айтқанда дайын жұмысты таныстыратын боламын. Бұл бізде жаздық бас киім, яғни бұл бізде торлы тоқу техникасында орындалған. Бұл жаздық бас киім өте жұқа әрі өте ыңғайлы. Мына бас киімді мен Ализабелла деген жіптен тоқыдым. Бұл бас киімге тек бір ақ жіп кетті. Оның өзінде тағы да нанша қалды. Бұл бас киім бізде Ализабелла деп аталады. 100% мақтадан жасалған. Бізде мында 50 грамда 180 метр бар екен. Оның өзінде бұл Түркияда жасалған. Міне байқап отырғанда бізде мынандай түсті бар. Мынау бізде қызғылт, одан кейін нәзік болып шыққан. Міне бұл бас киім жазда өте ыңғайлы. Бізде бұл тек қана мақтадан жасалған, әрі бізге мында 1 мен 3 нөмірі аралығындағы ілмек бізді андай кеңес береді тоқуға. Бірақ 3-пен тоқитын болса, мына бас киім бос болып шығады, яғни мынаның бәрінің тесіктері алшақ болып, сүйкімді нәзік болып шықпайды. Мен сол себептен де бұл бас киімді 1/5 ілмек бізімен тоқыттым. Соның арқасында біздің мына бас киіміміздің тіпті басталған жерде білінбейді. Бірақ бізде басталған жері міне. Мына жерде міне. Мында бізде 3 бос жалма сөйтіп кете берген. Бізде басталған жері міне. Бізде ортасында, былайша айтып түсіндіретін болсақ, бізде мында ортасында гүлдер, одан кейін тор тоқылған. Тордан бізде байқап отырсаңыздар, мынандай гүл шыққан. 8 жапырақты гүл. Одан кейін біз бұны біткеннен кейін жанның бәрі тор техникасында тоқылған, ал мында әрине резинкасы тоқылған. Сөйтіп өте керемет бас киім шықты. Және де тағы да кішкене видео түсіретін болсақ, бізде көптеген пікірлер, жақсы пікірлер және сұрақтары бар пікірлер де бар екен. Соның ішінде сұрақтарға жауап беретін болсақ. Бірінші, неге сіздер тек хоббиларды түсіресіздер? Себебі қазіргі кезде біз телефонда, яғни желде көп отырамыз. Оның өзінде біз өз уақытымыз бен денсаулығымызды құртып, ол жерден керек емес, түк мәні жоқ видеороликтер көреміз. Әрине, ол жаман емес, бірақ олай қатты тым көп болған дұрыс емес деп ойлаймын. Ал біз желде уақытын еш кетірмеуге шақырамыз. Яғни, бұл өмір қамшының сабындай ғана. Соның өзінде бұл аз ғана ғұмырымызды жетістікке жеткізбей өту әрине жаман. Сонымен біз неге каналымызды хоббиге арнадық? Себебі біз өз өнерімізді басқаларына бөлісу арқылы басқаларының да қолдарынан керемет нәрсе жасай алатындығын түсіндіру үшін. Екінші, және ойыншықтар жасауды көрсетіңдерші, өтінемін. Әрине, ойыншықтар жасау ол өте күшті. Және де неше түрлі ойыншықтар бар, және оның әрқайсысын алдағы болашақта міндетті түрде түсіретін боламын. Үшінші, дұрыс емес, асықпай көрсетсеңші. Әрине, сіздің айтқан пікіріңіз біз үшін сабақ. Міндетті түрде барынша асықпай дұрыстап, сіздің қалауыңыз бойынша түсіретін боламыз. Ал енді біз осы видеоны әрине өзгерте алмаймыз, бірақ сізге бір көмегіміз тиіп қалу мүмкін. Біз мында видеоның үстіндегі мына 3 нүктені басып, мұндағы скорость воспроизведения дегеннен керегінше азайтуымызға болады. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге TikTok-тан лайфхактар түсіретін боламыз. Ал бүгін біз ваннаға арналған бомбочкалар жасайтын боламыз. Ал ендеше сіздер видеоны қарап алыңыздар. Офигенный бомбочки для ванны. Короче, 2 ложки соды, 1 соли, пол чайной ложки масла, да, чуть меньше. Чуть-чуть красителя по желанию и очень тщательно. Төртінші, керемет екен. Осындай жақсы пікірге әрине рахмет.